18.000 ғаламтор. Мен оянған кезде қозғала алмайтынымды сеземін. Мен бірдеңе айтуға тырысамын, бірақ айта алмаймын. Мен айналамда болып жатқанның бәрін анық естимін. Кейде мен көзімді ашып, алдыма не болып жатқанын көре аламын. Кейде мен қорқып күресуге тырысамын, бірақ бұдан ештеңе шықпайды. Мен тереңірек демала бастаймын. Менің балаларым менің жағдайымды тыныс алу дыбысы арқылы тануды үйренді. Олар мені түртіп оятқаннан кейін мен қозғалып, сөйлеп, жан-жағыма қарай аламын. Бала кезінен бастап оны мазалаған ұйқының сал ауруы бар науқас өз өмірін осылай сипаттады. Бұл құбылысты бізде басқарылып қалу дейді. Бұл әйелдің сөздері 1942 жылы Американың танымал журналдарында келтірілген. Ол кезде әйел 69 жаста еді. Біріншіден, бұл паралич ұстамасы онымен тек түнде ғана болатын. Содан кейін олар күндізгі ұйқыдан кейін де пайда бола бастады. Кейде олар аптасына бірнеше рет болатын, басқа уақытта айлар бойы болмауы мүмкін. Кеудедегі жын. Бұл әйелдің жағдайы ерекше емес. Кейбір бағалаулар бойынша адам популяциясының шамамен 8% өмірінде кем дегенде бір рет ұйқының сал ауруына шалдыққан. Ұйықтап немесе оянған кезде адам аяқ қолын қозғалта алмайтын немесе тіпті көмек сұрай алмайтын халге түседі. Кеудесінен кем дегенде бір дыбыс шығара алмайтын еріксіз қуыршақ күйіне түсетін құбылыс. Паралич бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. Бұл өте аз болып көрінгенмен, бірақ осы уақыт ішінде есін біліп, бірақ денесін басқара алмайтын адам қатты қорқып кетуі мүмкін. Әсіресе келесі ұстама кезеңінде есту немесе аудиовизуалды галлюцинациялар болуы мүмкін. Яғни бөлмедегі қадамдар, күрсіну, дауыстар және көз қырына көрінген көлеңкелер. Және бұған біреу қатты және суық қолын қойғандай кеудеге ауырлық сезімі қосылуы мүмкін. Әрине, ұйқының сал ауруы қазіргі заманғы өнер табыс емес. Ұйқының сал ауруы алғашқы нақты құжатталған жағдайын 17 ғасырда медициналық трактатта голландиялық дәрігер Избранд ван Диммербрек сипаттаған. Оның пациенті 50 жастағы денсаулығы жақсы әйел болған. Дәрігердің сипаттамасы бойынша ол әйел ұйықтауға тырысқанда кейде шайтан оған жатып, оны ұстап тұрғанына сенді. Кейде ол кеудесіне үлкен иттің немесе ұрының жатқандарынан тұншығып, әрең сөйлеп тыныс алуы қиындап кететін еді. Оларды үстінен аударып тастауға тырысқанда, ол аяқ қолын қозғалта алмады. Жындар ұйқының сал ауруын әртүрлі елдердің фольклорындағы жын-перілер пантеонынан шыққан көптеген тіршілік иелерінің ұрпағы деп атауға болады. Бұл құбылыс ежелгі қолжазбаларда айтылған. Рас, олар басқаша аталды және паранормальды әлеммен байланысты болды. Мысалы, канадалық эскимостар ұйқымен ояту шекарасындағы мұндай еріксіз жағдайды адамнан қозғалу мүмкіндігін алып тастаған бақсылардың қулықтары деп санады. Жапон мәдениетінде кінәлі дұшпандарын ұйықтап жатқанда тұншықтыратын кекшіл рух. Нигерияда бұл әйел жын. Бразилия фольклорында ұйқының сал ауруын сипаттауға Писадейра есімді кейіпкер сәйкес келеді. Бұл ұзын тырнақтары бар кемпір. Ол түнде шатырларды аралап, толық асқазанға арқасымен ұйықтағандардың кеудесіне секіреді. Славян мифологиясында мара елесі түнде ұйықтап жатқан адамдарды тұншықтырып, үстінде үйіліп, өзімен бірге қорқынышты түстер әкеледі. Басқа Еуропа елдерінің мифологиясындағы ұқсас жағымсыз паранормальды нысандар ұқсас атауларға ие. Шын мәнінде француз тіліндегі кошмар, каучемар және ағылшын тіліндегі nightmare сөздерінің шығу тегі де сол жақтан ізделуі мүмкін. Ғылым жындары.
Біз білгеніміздей табиғаттан тыс тіршілік иелері ұйқының сал ауруының себептері үшін айыпталады. Барлық ағзалардың сал ауруымен бірге жүретін визуалды және дыбыстық галлюцинацияларды ғылымға 100-200 жыл бұрын дін мен ырымшылдық адамның өмірін басқарған кезде түсіндіру қиын болды. Ұйқы мен ояну арасындағы бұлыңғыр сана күйі жындарды тудыруы мүмкін. Әсіресе адам үйрелене бастап және өзінің дәрменсіз күйінің себептерін түсінбесе. Ғылыми тұрғыдан алғанда ұйқының сал ауруымен бірге жүретін галлюцинациялар әдетте 3 түрге бөлінеді. Шақырылмаған қонақ, ерекше дене әбіржуі, инкуб. Шақырылмаған қонақ визуалды және есту галлюцинацияларымен бірге қорқыныш пен жағымсыз қасында болу сезімімен сипатталады. Ерекше дене бастырылуы пациенттің денесінен шығып, оны сырттан бақылай алатындай әсер сезімін білдіреді. Инкуб кеудеде қысым жасайтын зат пен ентігу сезімін білдіреді. Ұйқының сал ауруы жиі созылмалы проблемаға айналмайды. Көбінесе өмірдегі бір эпизод. Жағымсыз эпизод. Ұйқының сал ауруының 90% түсініксіз жануарлық түйсік қорқумен бірге жүреді. Бұл статистикаға айтарлықтай қарама-қайшы келеді. Бұл орташа адамның түстерін шамамен 3-тен 1-ін қорқынышты немесе мазасыз деп атауға болады. Дегенмен, клиникалық жағдайда дәрігерлерге бұл құбылысты зерттеу мүлдем оңай емес. Өйткені оны қоздыру қиын. Және пациенттің өзіне қашан ұйықтап оянғанын немесе түсінде оянып қозғала алмағанын түсіну қиын болуы мүмкін. Ұйқының сал ауруы сияқты жалған ояну өте шынайы болуы мүмкін. Адамдардың 8% жер бетінде ұйқының сал ауруына шалдығуы мүмкін екендігінің көрсеткіші деп аталуда. Бірақ бұл болжамдық көрсеткіш. Жеке топтарда ол әлде қайда жоғары болуы мүмкін. Мысалы, психиатриялық клиникалардағы пациенттер арасындағы зерттеулер олардың 31,9% оянғаннан кейін бұл жағымсыз сезімді бастан өткергенін көрсетті. Дүрбелең құбылысы бар науқастарда паралич куәгерлерінің пайызы 34,6 құрады. Сондай-ақ кавказдардың мұндай құбылыстарды бастан кешіру ықтималдығы аз екендігі белгілі болды. Бұл зерттеулер ақш-та жүргізілді. Кейбір зерттеушілер ұйқының сал ауруының пайда болуы адам миының белсенділігінің жоғарылаған кезде тез ұйықтау фазасына байланысты болуы мүмкін деп санайды. Оның қабақтың астындағы көз алмасының жылдам қозғалысы арқылы тануға болады. Бұл кезеңде біз түс көреміз. Тез ұйықтау кезінде адам денесі іс жүзінде сал болып қалады. Тек өмірлік маңызды органдар жұмыс істейді. Бұлшықет тонусы мидан белгілі бір нейротрансмиттер мен гамма-аминобутир қышқылы және глицин жіберетін сигналдар арқылы төмендейді. Бұл жүйе ұйықтап жатқан жануарларға іс жүзінде түсінде жасаған қимылдарын орындауға мүмкіндік бермейді. Француз физиологы Мишель Жуве мұны өткен ғасырда мысықтарда көрсетті. Эксперименттер мен мидың белгілі бір жерлерін алып тастау нәтижесінде оның сынаушылары ұйқы кезінде жүгіріп, жуынып шайнаған. 1993 жылы Далис пен Паркс ғалымдары мидағы өзгерістер мен бұлшықет тонусының төмендеу арасындағы синхронизацияның болмауы ұйқының сал ауруын тудыруы мүмкін деп болжады. Нәтижесінде адам еріксіз қуыршақ секілді оянады. Ол тіпті жылай алмайды. Бірақ неге мұндай синхрон ми мен бұлшықет жұмысында пайда болады? Біз нақты механизмді түсіндік. Бірақ себептерін толық шешкен жоқпыз. Кейде бір зерттеушілер генетика кінәлі деп болжайды. Басқалары біздің өміріміздегі тұрмыстық нюанстарынан себептер іздеуді ұсынады. Ұйқының сал ауруымен ауыратын науқастарға көбірек ұйықтауға, ұйқының нақты кестесін ұстануға, алкоголь мен таблеткаларды теріс пайдаланбауға кеңес береді. Бірінші болып қытайлық және жапондық зерттеушілері осындай қорытындыға келді. Ең алдымен таңертең кеудеге отыруға жындар келмеуі үшін жақсы ұйықтау керек. Сауалнамаға 90 мың жасөспірім қатысты. Олардың 35,2% түнде қорқынышты түс көрді, ал 8,3% ұйқының сал ауруын бастан кешірді. Нәтижелерді өңдегеннен кейін зерттеушілер ұзақ ұйықтау, тым ерте немесе кеш ұйықтау қиындықтары, күндізгі ұйқышылдықтың болуы сал ауруын тудыру мүмкіндігін арттырады деген қорытындыға келді.
1992 жылы Токиода Васеда университетіндегі тағы бір зерттеуде өмірінде кемінде 2 рет ұйқы жынымен кездескен 16 еріктіге эксперимент жасалды. Олар 7 түн университет қабырғаларында қалды. Зерттеушілер оларды 40 минут баяу ұйқы фазасынан кейін жүйелі түрде оятып, 40 минуттық сынақ өткізіп, содан кейін қысқа ұйықтауға мүмкіндік берді. Тез ұйқы фазасынан басталуынан 5 минуттан кейін сынаушыларды қайтадан оятты. 64 араласудың 6-сы ұйқының сал ауруына әкелді. 6-ы да тез ұйқы фазасымен байланысты болды. Қазіргі таңда ғылымның ұйқының сал ауруы туралы білімі әлі бастапқы деңгейінде. Дегенмен, ғасырлар бойы бүкіл әлемдегі адамдарды қорқытқан жындарды зерттеуде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді.